Құрметті көрермен, бүгін Еуразия ұлттық университетінің төрінде Ину IQ Arena танымдық сайысы. Бүгінгі танымдық сайыстың шешуші кезеңін жүргізетін мен Айзере Сәттібек қызы. Бүгін ерекше күн. Себебі біз сайысымыздың шешуші кезеңіне де келіп жеттік. Алдыңғы кезеңдерде білімі мен біліктілігін дәлелдеп, сүрінбей өткен факультет студенттері енді дәл осы алаңда өзара мықтыны анықтамақ. Финал қашанда тартысты болады. Бүгінгі сайыстың сұрақтарда оңай болмаса қатысушылар. Бүгін кімнің бағы мен бабы қатар шауып, жеңіске жететінін бірге білетін боламыз. Айта кетейік, бұған дейінгі кезеңде біз білім ордамыздың тарихына тереңірек үңілсек, финалда біз қазақ халқының қалыптасқан салт дәстүрлеріне толығырақ тоқталатын боламыз. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан салт дәстүрлері тек өткеннің ізі емес, бүгінгі болмысымыздың айнасы, рухани тынысымыз. Ал бүгін біз сол асыл мұраны білім, тапқырлық, зеректік арқылы саралайтын боламыз. Ендеше Ину IQ Arena сайысының финалдық кезеңін бастауға рұқсат етіңіздер. Олай болса, финалдық кезеңде бақ сынайтын қос командамен таныстырып өтсек. Бірінші команда Тастейін командасы, журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебі. Құрамында Есенгелді Шахназ, Алдаберген қызы Ақмаржан. Келесі екінші команда Қошке жастары, филология факультеті. Бұл топтың құрамында Кувандық Сымбат және Құбланова Сантөре. Команда қатысушыларына сәттілік тілейміз. Ендеше сайысымызды бастайық. Алғашқы кезең бізде мақал жалғастыру кезеңі. Бұл кезеңде мақалдың алғашқы бөлігін мен оқимын, командалар кезекпен жауап береді. Ережеге сәйкес әр командаға жеке сұрақ және ойлануға 15 секунд уақыт беріледі. Әрбір дұрыс жауапқа бір ұпай есептеліп отырады. Жауап бере алмаған жағдайда келесі команда жауап беруге мүмкіндік ала алады. Бірінші команда дайынсыздар ма? Иә. Ендеше бастайық. Ең алғашқы мақал дәстүрі жараспағанның Дәм тұзы жараспайды. Өте дұрыс. Иә. Келесі мақал ақымақ ішкен жегенін айтады. Ақылды көрген білген айтады. Өте дұрыс жауап. Жаңылмас жақ болмас. Сүрінбес тұяқ болмас. Өте дұрыс. Орамал тонға жарамаса да. Жолға жарайды. Жарайды. Дұрыс. Жолға жарайды. Жалғыздың үні шықпас. Жаяудың шаң шықпас. Өте дұрыс. Бірінші команда дұрыс жауап берді. Команда қоржынында алғашқы ұпайлар түсті. Құттықтаймыз. Олай болса, кезекті келесі топқа берсек. Бір күн дәм татқанға жауап бар ма? Әлде келесі топқа береміз бе? Бір күн дәм татқанға бір күн дәм татқанға так бір күн дәм татқан Біз айтық бола? иә Келесі топқа берейік жауапты. Иә? Бір күн дәм татқанға 40 сәлем. Дұрыс. Өте дұрыс. Келесі мақал. Көп сөйлеген білімді емес. көп сөйлеген білімді Берместің асы піспес. берместің асы піспес так мынаны білемін мен еске түсіре алайын берместің асы піспес Иә. так кейінгеме айтушы еді осыны берместің асы піспес арты қалай еді есіне ма берместің асы піспес так берместің асы піспес так Келесі топқа береміз бе жауапты? жауап берейік көрік Көрейік па? Мен
бұл ответ, бұл жауап дұрыс па дұрыс емес па білмеймін, бірақ менің ойымша берместің асы піспес, қазаны оттан түспес. Өте дұрыс. Керемет. Мейірімділікті анадан үйрен. Әкеден үйрен деп біту керек қой оның соңы. Мейірімділікті анадан үйрен. Неге мына мақалдар есіме шығып келмей? Мейірімділікті анадан үйрен. Үйрен деп бітуі дұрыс, соңының бірақ одан бұрынғы сөз басқаша. Әке емес. Сөзді шешеңнен үйрен. Так, мейірімділікті Жеңілдік береміз бе әлде? Бас әрпін айтайын ба? Подсказка бар ма? Әділдікті? Әділдікті биден үйрен. Жоқ. Жоқ, қазір ойланып алайын. Әділдік мейірімділікті анадан үйрен, әділдікті үйрен кімнен? Әкеден үйрен. Жоқ. Соңғы атадан. Ана ата дұрыс айтып баршы. Әділдікті атадан үйрен, мүмкін. Жоқ. Дұрыс емес. Жақсы, ендеше дұрыс жауапқа көшейік. Бұл мақалдың жалғасы мейірімділікті анадан үйрен, әділдікті данадан үйрен болатын. Келесі соңғы мақал. Болар елдің баласы. Болар елдің баласы. Так. Болар елдің баласы. Жауап жоқ па? Неде жоқ жауап? Сенде Сантырия. Бір мақалға ұқсап тұр, бірақ ол келмейтін секілді. Болар бала. Болар елдің баласы. Өздеріңіздің нұсқаларыңызды айтып көріңіздер. Так, болар елдің баласы. Жауап жоқ менде. Жоқ па? Келесі топ, сіздерде жауап жоқ па? Болар елдің баласы бір-бірін батыр дейді. Дұрыс. Өте дұрыс. Керемет. Жарайсыздар. Енді келесі кезеңге көшсек. Келесі кезең бізде қай салт деп аталады. Бұл кезеңде сіздерге белгілі бір дәстүрдің сипаттамасы оқылады. Сіздердің міндеттеріңіз оның атауын дәл табу. Ереже бойынша әр дұрыс жауапқа 3 ұпай беріледі, және жылдан болып алғашқы батырманы басқан топ жауап береді. Қате жауап болса, қарсылас команда жауап беруге мүмкіндік алады. Олай болса, екінші кезеңді бастайық. Назар аударыңыздар. Алғашқы салтты жасырам. Баланы уақытша тәрбиелеу үшін әдетте атасы мен әжесі қолдарына алу дәстүрі. Бауырына басу. Дұрыс. Келесі салт дәстүр. Бұл келіннің күйеуінің туыстары мен үлкендерін атымен атамай, оларға құрметпен жаңа есім немесе айдар қою дәстүрі. Қалай аталады? Бұл салт дәстүрдің атауы ат тергеу деп аталады. Өзінің қайындарына қояды. Көбінесе бізде батыс жақта да осы салт дәстүр кеңінен тараған. Өзіміздің де аттарымыз бар сондай. Тамаша. Өте керемет. Келесі салт. Наурыз мейрамымен бірге келетін ұлттық салт дәстүр. Жүрегін махаббат отымен жаулаған ғашығына бұл күні серлеріміз тазалық, пәктіктің белгісі ретінде айна, иіссу, тарақ сыйлаған екен. Біз бастығау деймін. Иә, біз бастығау. Қателеспесем селт еткізер. Дұрыс. Келесі. Бұл жаңа түскен келіннің енесіне, қайын атасына және үлкендерге құрмет көрсетіп, отбасына кіріп кеткенін білдіретін өзінің алғашқы шайын құйып беру рәсімі. Жоқ, аяқталады. Бұл рәсімнен кейін келін үй шаруасына толық араласа бастайды. Бұл салт дәстүрдің атауы келін шайы деп аталады. Бала алғаш рет өз бәсіресіне мініп, үйінен алыс сапарға шыққанда, ата-анасы арнайы мал сойып, шағын той жасайды. Бұл баланың азаматтық өмірге қадам басқанын білдіретін маңызды дәстүр. Жолашар деп аталады ма? Жоқ. Так, Жоқ. Адам. Жолашар. Ат. Жоқ. Сүйінші. Жоқ, сүйінші емес ол. Жоқ. Ата-анасы арнайы мал сойып, шағын той жасайды.
Аты адам басталады. Ашырмінер. Ой. жоқ. Баймеңгер ма? Жоқ. Бәсіре? жоқ ол береді ол біз. Жоқ, ол емес. Ендеше сіздерге кішкене қосымша ақпарат болсын. Осы салтқа байланысты қосымша ақпарат оқимын. Осыдан кейін оған ер-тоқым, жүген, ноқта секілді ат әбзелдері дайындалып, еңбекке баулу кезеңі басталады. Бұл салт баланы жауапкершілікке, төзімділікке, ерлікке тәрбиелеудің алғашқы баспалдағы болып саналады. Сантөреде жауап бар. Ат мінгізер. Жоқ. Екінші, Бірінші байгер жоқ. Өз бәсіресіне мініп дейді. Жолаушылар ат мінгізер кетті енді. Оған ер-тоқым, жүген, ноқта секілді ат әбзелдер беріледі осы салтта жасағанда. Жауап жоқ. Жауап жоқ па? Екі командада жауап жоқ па? Иә. Ендеше жауабын өзім оқиын. Бұл салттың атауы тоқым қағу болатын. Ендеше өмірдің алғашқы 40 күнінде сәбиге кигізген көйлектің бірін арнайы рәсім үшін байланады. Оған тәттілерді орап, ауыл иттерінің мойнына байлап жіберетін. Осы сәтті асыға күткен балалар бірден итті ұстап, бір-бірімен тәттілерді бөліседі. Баласыз әйелдер де балаларды тамақтандырады. Мұндай көйлек сәттілік әкеліп, олар көп замай балалы болады деген ырым болған. Бұл салт дәстүр ит көйлек деп аталады. Жалпы баланы 40 күнге дейін бізде қазақтар өте жақсы күткен, ол қауіпті кезең, қауіпті сынақ деп білген. Осы 40-нан шыққаннан кейін олар той жасап, осылай ит көйлегін қазіргі заманда бұлай итке байламайды, ол ит көйлекті бала көтере алмай жүрген әйелдерге ырымдап, балалы болсын, сәбилі болсын деген мақсатта осы ит көйлекті қазір ырымдап бір-біріне сыйлап жатады. Өте толық дұрыс жауап болды. Келесі, үлкеннің кішіге жаңа киім кигенде, жаңа зат алғанда сый беретін дәстүрі. Бірге бастық. Осы жолы филология факультетіне берейік. Қошке жастарының командасына. Үлкеннің кішіге жаңа киім кигенде сый беретін дәстүр деп біз сүйінші деп ойлап. Жоқ. Байғазы. Байғасыны бізде үлкендер кішіге боз балаларға беретін болған. Олар жаңа киім, жаңа зат алған кезде байғазыны біздің әулеттің үлкендері малдай немесе ақшалай өздерінің беретін сыйлықтарын айтады. Керемет. Жауап. Бәйгеден не құдалықтан алған сый-сияпатынан кәдесінен бөлісу дәстүрі қалай аталады? Бұл бізде сарқыт. Жоқ. Сыбаға? Жоқ. Сыбаға емес па? Бәйгеден не құдалықтан алған сый-сияпат. Кәдесінен бөлісу дәстүрі. Ой, жаңа ойлап тұр едім ше. Ой, жоқ. Базарлық емес, е? Кәдесінен бөліп. Бәйгеден не құдалықтан алған Жауап жоқ па? Сыбаға емес па? Жоқ. Сыбағаны бірақ ет сыбағаны бөледі. Ендеше жауап жоқ, мен жауапты өзім оқиын. Бұл тәбәрік деп аталатын дәстүр. Керемет. Екінші кезең сіздерге де бізге де қызық болды деп ойлаймыз. Қолданыста азайып жатқан салт дәстүрлерді еске түсіріп, тың ақпараттарды игере алдық. Солай емес пе, қыздар? Әрине. Енді келесі үшінші кезеңге өту үшін алдарыңыздағы экранға назар аударуларыңыз керек болады. Сіздерге қазақ кино туындыларынан немесе бейнелерден үзінділер көрсетіледі. Сіздер сол бейнеде көрсетілген салт дәстүрдің атауын табасыздар. Ереже бойынша жауап беру үшін алдыңғы кезде қолданылған батырманы пайдаланатын боламыз. Алғашқы болып басып, дұрыс жауап берген топ 2 ұпайды иеленеді. Командаларға сәттілік тілей отыра, біз үшінші кезеңді бастаймыз. Бейне баянды көріп жатсаңыздар, қандай бейне көрсетілген, түсініп жатырсыздар ма жалпы салттың бұл қандай салт екенін? Көріп аяқтап болып қалдыңыздар ма? Қазір. Міне, Қошке жастары бірінші басты. Сіздер жауап берсеңіздер. Бірінші бейнеде бейнеленген бұл ақ киізге салып хан көтеру. Дұрыс, өте дұрыс. Екінші бейнені қарасаңыздар. Бұл бейнеде бізде қазақтың тұсау кесер дәстүрі көрсетілген. Өте дұрыс.
келесі бейнебаянды ашып қарай берсеңіздер. Бейнеде не баяндалған? Жауап беруге. Иә, Бұл жерде қыз ұзату. жоқ, Қыз айттыру. Бата беру. дұрыс, өте дұрыс жауап. Келесі бізде қандай салт бейнеленген екен? Біз ба? Жауап бізде. Біз ба? Қош келесіз. Қошке жастарында. Бұл жерде шаңырақ көтеру Және Ағаш үй. және алты Отау бақан. құру. отау құру. Иә, Дұрыс. отау құру. Толық дұрыс жауап болды. Келесі салт Бұл сурет бізде сурет бойынша қандай салт болды бізде? Біз бірінші бастық. Бұл жерде бесікке салу дәстүрі. Дұрыс. Тұштырма бес па? Жоқ, Беске беске салу. салу. Одан кейін болады отырыс. Кезекті бейнебаянды қарасаңыздар, қандай салт? Қырқынан шығару емес па? Біз бас қойдық қой. Бата беру ма? А, Біз бірінші бастық. Біздің нұсқамыз бойынша бұл жерде балаға азан шақырып ат қою дәстүрі. Дұрыс. Кезекті салт бізде бейнебаянда қандай салт бейнеленген? Ай, видео ботсында достар. Бізде бітті. Не еді? Отқа май Отқа қою. май қою ма? Жаңа түскен келінді отпен аластау. Дұрыс. Енді біздің соңғы бейнебаянымыз. Біз бірінші. Бұл беташар дәстүрі. Өте дұрыс. Бұл кезеңде Қошке жастары жақсы бір нәтиже көрсетті. Керемет тартысты ойын болды. Тартысты дода бара-бара қызып жатқан сияқты ya қыздар. Иә. Керемет. Келесі кезеңде енді біз қазақ әдебиетінің шығармаларынан үзінділер оқимын. Сіздер сол мәтінде жасырылған салттарды табуларыңыз керексіздер. Яғни бір сөз жасырылады, сол бойынша қандай салт екенін табасыздар. Әрбір дұрыс жауап 3 ұпайға тең. Жауап бере алмаған жағдайда қарсылас команда жауап беруге мүмкіндік ала алады. Бұл жерде сіздер кім жылдам емес, яғни бірінші топқа кезек беріледі, одан кейін екінші топқа. Алғашқы үзіндіні оқимын. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасынан үзінді. Абай өзі де бетін сипап, ана тілегін барынша қабыл алып, көп нүкте бір салттың аты аталған қылды. Біз жауап береміз, Иә. Мен ойымша бұл жерде дұға қылды немесе тәубе қылды. Жоқ, дұрыс емес. Біздің ойымызша Абай өзі бетін сипап, ана тілегін барынша қабыл алып бата қылды. Дұрыс, өте дұрыс. Ары қарай үзінді Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя шығармасынан беріледі. Қалыңмал қанша көбейсе де қарамызға тұяқ қосылмай азая берді. Бәрі жасау жабдыққа жаратылып жатыр еді. Көп нүкте қоңыр күзге қарай жиын терін біткен соң басталмақ. Бұл жерде қандай дәстүр жасырылған? Біз ба? Иә, кезек сіздерде. Біз ба? Ас беру. Жоқ. Мүмкін үйлену. Кішкене жауапқа Қыз жақындап ұзату. жатсыздар. Құдалық. Қыз ұзатудың Сырға салу. айтсаңыздар. Сырға салу. Қыз ұзату, яғни Қыз айттыру. негізі қыз ұзату деп дұрыс айтты. Ұзату той болатын жауабы. Енді. Жауапты қабылдайық. Келесі Мыржақ Дулатұлының Бақытсыз жамал шығармасынан. Байжан өзі тәуір болған соң, қол жетіп тұрған заманда бір бай жерден жұманға жақсы, көп нүкте ойы бар еді. Бір күндерде Байжан мәжіліс арасында жұманға құда болатын лайықты жер білгендерің бар ма деп сұрап отырған. Қыз айттыру ма? Дұрыс. Шерхан Мұртаза Ақсай мен Көксай шығармасы. Қайран қазақ бір салттың аты жасырылған. Қайран қазақ жолмен сенің әкең Мұратқа қосамыз деп көріп еді. Сенің анаң көнбеген соң қойды. Әбеңгерлік. Дұрыс. Өте дұрыс. Тастайын тобы жарайсыздар. Енді келесі кезекті Қошке жастарына берсек. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасынан үзінді. Абайдың бұл келісі көп нүктеде бір дәстүрдің аты жасырылған. Абайдың бұл келісі деп, жыртыс сала келу деп, кейде есік көре келу, қол ұстау деп те аталады. Ең алдымен алғашқы келіс осы. Өзге келістерде емес, күйеу бұл жолы алғашқы күндерде талай нәрсеге көндіге білу керек. Есік көрсету. Жоқ. Абайдың бұл келісі
кішкене ойланып, қайтадан тағы да бір оқып жіберейін бе? Абайдың бұл келісі деп жырты сала келу деп, кейде есік көре келу, қол ұстау деп те аталады. Ең алдымен алғашқы келіс осы. Өзге келістерде емес, күйеу бұл жолы алғашқы күндерде талай нәрсеге көндіге білу керек. Сіздерде жауап бар ма? Тастайын тобы. Төр көрсету. Жоқ, үй көрсету ма? Жүз көрсету. Жақсы, екі топта да дұрыс жауап жоқ. Бұл салттың аты ұрын келу болатын. Келесі үзінді Дулат Исабековтың Талахан 186 шығармасынан. Ол екі баласын көп нүкте үшін арыстағы хирургке алып кеткен еді, деді физкультуршы Әбдеш. Сүндетке отырғызу. Сүндетке отырғызу үшін. Өте дұрыс. Шерхан Мұртаза Ақсай мен Көксай шығармасы. Осаманалы деген бір қырғыздың Шәрбән деген қызын көп нүкте келген. Ол өзі бір жерге айттырып қойған адам екенін Құдайым бір өзі пана болсын. Қырғыз қазақ қырғын бола жаздап әрең басылған еді. Құда түсуге келген. Жақындап жатырсыздар? Қыз айттыруға келген. Жоқ. Қазір ойланып. Османалы деген бір қызын, Шәрбен деген қызын үй көрсетуге келген, есік көрсетуге. Жақындап жатырсыздар. Сол салтқа жақын келеді. Ұрын бару десең. Мен Жоқ, қазір ойланып. Келген қызын айттыру үшін келген. Және тағы да Айттыру үшін. нақтырақ Айттыру. Ұрын бару. қандай? Ол емес, есік көрсету емес. Құда түсу үшін деген қате болды, иә? Жоқ. Айттыру үшін, құда айттыру үшін. Сырға Сырға салу салу? үшін. Жоқ, сырға салу емес. Жауапты Қазір Тастүйін тобына береміз бе? айттырып қойған адам екен. Бірдеңе сұрап келіп тұр ғой. Қолын Қолын сұрап келіп. Жоқ, қолын сұрап келу емес. Жоқ. Сіздер соған жақындап тұрсыздар. Кішкене Сұрап ойланып келіп тұр саралап. ғой қазір. Ойланып. Міне, Осаманалы деген бір қырғыздың Шәрбан деген қызын. Айттыру. үкі тағу ма? Сонымен қошке жастары, сіздерде жауап бар ма? Бізде ұқсас жауаптар келіп тұрды, бірақ дәл дөп айтып тұрған жоқ секілдіміз. Шәрбен деген қызын айттыру ма, білмейтіміз. Келесі топқа жауап беруге мүмкіндік береміз бе? Айтып көрсін, е. Сіздерде жауап болса, Мүмкін бұл жерде алып қашып келген. дұрыс, өте дұрыс. Өйткені Тапты. мына жерде қырғын бола жаздап әрең басылған еді деп. Өйткені қызды алып қашқаннан кейін қуғыншылар келіп көбінесе қырғын айқай болады. Дұрыс жауап. Керемет. Сіздерге соңғы үзіндіні оқимын. Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер шығармасынан үзінді. Ең алғашқы сөздің басы дәстүрдің басымен басталады. Көп нүкте жерлеу емес, Дешті Қыпшақ елінің дәстүрі бойынша үлкен той. Бұл жерде ас беру дәстүрі. Дұрыс. Өте дұрыс. Керемет. Құрметті көрермен, бүгінгі Ену IQ Arena танымдық сайысымыз да өз мәресіне жетті. Тартысқа толы додада білім мен зеректік сынға түсті. Ал енді бүгінгі шешуші кезеңіміздің ең маңызды сұрағы, қай команда жеңіске жетті екен? Экранға назар аударайық. Бізде бір қызық жағдай орын алып тұр. Бізде Тастүйін командасы мен Қошке жастары командасының екеуінің де балдары тең түскен. 32 балмен де екеуі де тең келіп тұр. Енді біз шешуші сұрақ қоямыз сіздерге. Қазір бұл жерде кім жылдам батырманы басып жауап береді, сол командаға жеңіс берілетін болады. Ал командалар, дайынсыздар ма? Ендеше сұраққа көшейік. Бұл дәстүр жаңа көшіп келген көршілерге арналған ас. Оларды жергілікті тұрғындар жаңа ортаға тез бейімделуі үшін өздеріне қонаққа шақырады. Бұл дәстүр бойынша көршілерді өзара жақындастыру керек. Тағам жылқы етінен, қазы қарта, жал жая немесе қой етінен жасалады. Бұл қандай дәстүр? Бұл ерулік дәстүрі. Дұрыс. Өте дұрыс. Керемет. Ендеше біздің Қошке кемеңгер жастары жеңіске жетті. Сіздерді құттықтаймыз. Сіздерге арнайы алғыс хаттар мен Еуразия ұлттық университетінің имидждік өнімдері табыс етіледі. Жеңімпаз командаларды марапаттауға рұқсат етіңіздер.
Ену IQ Arena интеллектуалды шоуына ерекше білімдарлығы мен тапқырлық танытып, бірінші орын иеленгені үшін кубандық Сымбат марапатталады. Құттықтаймын сіздерді. Келесі дәл осындай мәртебемен Қобланова Сәнтөре марапатталады. Сіздерге құттықтаймыз. Сонымен қатар біздің Еуразия ұлттық университетінің атынан арнайы имидждік өнімдер табысталады. Міне. Рахмет сіздерге көп уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Келесі командаға, Пастейн командасына Ену IQ Arena интеллектуалды шоуына ерекше білімдарлығы мен тапқырлық танытып, екінші орын иеленгені үшін Алдабергенқызы Ақмаржан марапатталады. Дәл осындай мәртебемен Есенгелді Шахназ марапатталады. Құтты болсын. Сіздердің сақтарыңыз сынбасын, арнайы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет айтамыз. Өте керемет тартысты ойын болды деп ойлаймын. Бүгінгі сайыс арқылы біз ұлттық салт дәстүрлерімізді жаңаша қырынан танып, оның мән маңызын тағы бір мәрте дәріптедік. Бұл ұрпақтар сабақтастығының, рухани құндылықтарымыздың айқын көрінісі. Осымен Ену IQ Arena бағдарламасының шешуші кезеңі аяқталды. Келесі шылағында жүздескенше аман сау болыңыздар. Біз алмайтын асы жоқ.